Сәлем достар, бүгін біз каналымызда иттің суретін салатын боламыз. Бұл ит өзгеше, бұл ит қасқырға да ұқсас, яғни текті хаски иті деп айтсақ та болады. Ең алдымен қарандашты қатты баспай, иттің негізгі бейнесін салып шықтық. Одан кейін ақырындап құлақтарына көшеміз. Екі құлағын ақырындап қатты баспай салып шығамыз. Неге қатты баспаймыз қарандашты? Себебі бояуымыздың астынан қарандаштың көрінуі әбден мүмкін. Сондықтан да қатты баспауға тырысамыз. Енді осылай крестик қою арқылы ортасында иттің басының мұрнын орналасу ретін тауып аламыз. Ақырындап мұрнын саламыз, үшбұрышты қылып, үлкен емес қылып, кейіннен тұмсығының жоғары қарай бейнелей бастаймыз. Тұмсығынан жоғары қарай осындай сызық кетеді. Яғни мұрнының дүңкиген жері, мұрнынан кейін оңай көзінің аумағын тауып алуға болады. Көзін саламыз, бір көзі қиықтау келеді, себебі итіміз сол жаққа қарап тұр десек те болады. Ал енді аузын, яғни жағын сала бастаймыз. Мен кішкене қисықтай болып кетті. Еш нәрсе етпейді. Қазір соңына қарай дұрыстап жіберемін. Енді екінші көзін сала бастаймын. Көрдіңіздер ме, мұрны арқылы мен екінші көзінің орналасу жерін тауып алдым оңайлықпен. Ал енді көзін салғаннан кейін толығымен бізге көрініп тұр, мұрны дұрыс салынбағандықтан, сондықтан да қазір мұрнын дұрыстайтын боламын. Көзінің қарашығын жай саламыз уақытша. Оны кейіннен бояумен бояған кезде дұрыстап шығатын боламыз. Тұмсығын дұрыстап алдық. Енді біздің суретіміз сол жақта нұсқасы көрініп тұр. Оған қарасаңыз, біздің суретіміз түрлі түсті бояулармен боялған. Сол бояулардың контурын бұзбас үшін ақырын қарандашпен осындай аймақтарын, яғни түстерінің әртүрлілігіне байланысты аймақтарға бөліп шығамыз. Дәл менікіндей ғылып салсаңыздар да болады. Яғни бұл дегеніміз иттің дүмпиген жерлерін, немесе ойы келген бетінің формасын, және бетіне түскен иттің басына түскен көлеңкені суретте бейнелеу үшін қажет нәрсе. Ақырындап ауызын дұрыстадым. Қайталап, себебі менің көзқарасым бойынша бір нәрсесі дұрыс емес сияқты. Міне аузында, тұмсығын төменгі бөлімінде, көлеңкенің түсуіне байланысты түстер түрлі боялады. Сол
түстерін бояған кезде оңай болу үшін, шатаспас үшін, түстер араласпас үшін осылай аймақтарға бөліп шығамыз. Енді қызық мезетке келдік. Қоңыр түсті аламыз. Менде гуаш. Оны сумен жақсылап араластырамыз. Яғни суды көп мөлшерде аламыз да, бояуды аз мөлшерде қолданамыз. Сол кезде бізде ашық түсті, ашық қоңыр түсті сурет шығады. Яғни бізге керек тондар пайда болады. Енді суретімізді қарап отырсаңыздар, бізде қоңыр түс көзінің аумағында қоңыр, тұмсығының шетінде және де мойын жағы бізде қоңыр түсті. Құлағын шеткі бөлімдері қоңыр түсті, сондықтан да сол бөлімдерді осы қоңыр түспен бояп шығамыз. Енді қара түсті аласыздар. Дәл сол сияқты суды көбірек алып, араластырып, қара түс емес сұрлау түсті шығару қажет болады. Осылай енді суретте бейнеленгендей, қай аймақта сұр қаралау келген түстер болса, сол аймақтарды сіздерде бояп шығасыздар. Яғни бұл көлеңке түсіп тұрған жері, мойыны, тұмсығының төменгі бөлімі, қабағы, құлағының кейбір жерлері және де кеудесінің бөлімі бізде сондай түстес болады.
міне суретіміз ақырында реңі кіріп келе жатыр. Енді суретіміздің реңін әбден келтіру үшін қара түсті көбірек алып, қоюлау қылып, анық суретіміздің анық жерлерін бояп шығамыз. Яғни бұл жерде бізде ол мұрны қара түсті, аузының линиясы, және де мұрнының тұмсығының линиясы, көздері, құлақтары және де кеудесінің бөлімінде 1-2 сызықтар болады. Егер суретті толығымен қарасаңыз, онда біз бұл өте анық боялатын жерлерді бірнеше рет бояймыз, себебі бояумас сіңгеннен кейін ол түс сұрлы реңді алады. Ондай рең болмас үшін біз ол мұрны, көзі, құлақтардың бөлімдерін бірнеше рет бояп шығамыз. Міне осылай көзінің контурингін, мұрнының, аузының салып шықтық. Енді мына жерде мұртшалары бар, сол мұртшаларының нүктелерін салып шығамыз. Ал кейіннен құлағының ішкі бөлімін, кеудесіндегі бөлімдегі қара түсті аймақтарды да бояп шығамыз. Қайталап өтемін. Бұл бөлімдерді бірнеше рет бояймыз.
Енді қанығырақ қоңыр түсті алып, осылай көздің айналасындағы қоңыр түсті аймақты шамалы қанығырақ қоңырмен бояп шығамыз, себебі қатты байқалмай қалды. Басқа да аймақтардағы қоңыр түсті қаттырақ басып шығамыз бояп. Бұл қағаз менде акварельге арналған қағаз, яғни сіздер егер акварельге арналған қағазды алатын болсаңыздар, өздеріңіз түсінесіздер не үшін бірнеше рет бояу керек екен. Себебі акварельге арналған қағаз бояуды бірден қағазға сіңдіріп алады. Ендігі кезекте бізде ақ түсті бояу. Гуашымызды алып кішкене ғана сумен араластырдым. Және де суретіміздің, итіміздің ақ зонасын бояп шығамын. Кейбір жерлерінде шығарым қағып бояймын. Кейбір аймақтарды, яғни маңдайындағы кейбір аймақтарды. Себебі ит бізде түгі бар жануар, оның түктері тікірейіп кетуі де мүмкін деген сияқты ойлармен бояп шығамыз. Енді барлық ақ аймақты бояп шыққаннан кейін итімізге ақырын контуринг жасаймыз. Фонымызды қоңыр түспен бояймын деп шештім. Сондықтан да қоңыр түсті сумен жақсылап араластырып, қанық қоңыр түспен осылай иттің артындағы фонымызды бояп шығамыз. Одан кейін иттің контурингіне көшеміз. Жіңішке келген кисточкамызды алып, қара түсті қою қылып жағып, ақырындап осылай контуринг жасай бастаймыз. Яғни контуринг қисық болуы мүмкін, дүзу болуы мүмкін, ол тек қана сізге ғана байланысты. Мен осындай түрлі қылып жасаймын, себебі жоғарыда айтып кеткендегіндей итіміз сабалақ жүнді, сондықтан да ол жүндер тегіс жатады деп ойламаймын.
Сондықтан осындай тегіс емес контуринг жасаймын. Контурингті тек қана сыртына емес, құлағына да жасаймыз. Кейінірек тұмсығын контурингін қаттырақ қылып бояймыз. Сол кезде өте әдемі болады. Ал енді сурет салудың ең жақсы көретін мезеті ол менде суретіміз аяқталарға жақын кезде ақ бояуды алып осылай отблеск дейді ғой, яғни жарқыл көзінің жанарын немесе кейбір жерде линиялар салу, яғни суреттің енді кішкентай элементтерін жасау маған өте ұнайды. Осылай салып шығамыз. Құлағының шеттеріне екі сызық, көзінің жанары, ең алдымен кірпіктерін салуға тырысамыз, яғни етіміздің кірпіктерін ақ түсті қылып кішкентай қылып байқалтпай, кейінірек көзінің жанарын саламыз. Енді қара түсімізді алып, шамалы сұрлау қылып алуға тырысамыз. Және де маңдайының бөліміндегі түстердің айырмашылықтарын, яғни түрлі түсті аймақтарды кішкене
контуринг жасауға тырысамыз. Қатты емес. Егер де бір жерлерін артық қылып жіберсеңіздер, ақ бояуды алып, үстінен бояп жіберсеңіздер, қателігіңіз қатты байқалмайды. Ондай анық көзге түспейді. Суретімізге кішкене көгілдір түсті қосуға бел будым. Ол бізде 2 аймақ қана, яғни қолының аймағы және де екінші аймағымыз бар. Қазір қолымыздың аймағын бояп алайық. Жақсылап. Екінші аймақ көгілдір мен салынатын, ол бізде құлағының ішкі бөлімі. Көзінің шеткі бөлімдеріне де қосып жіберуге болады, әрине, бірақ артық қылып жібермесеңіз де болды. Ал суретіміз аяқталуға шамалы қалды. Бізбен бірге сурет салып үйренуге шақырамын. Каналымызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Егер де бір қалған нәрселеріңіз болса, комментарийға жазуыңызды сұраймын.